Аха. Мен Назаркулова Салтанат. Даусыңыз көтеріп. Илиский район, Кассиг ауылынанбыз. Менің жолдасым ауырып, осы неге қалаға алып барып Қашан өтті? Айта беріңіз басын. Декабрьдің аяғында біз жаңағы неге алып бардық. Бұл кісі күнде температура берді. Участковый врач келеді, веракол береді, оны салам. Одан қайтадан көтеріледі, қайтадан сонымен біз қалаға алып бардық. Қалаға алып барып тексердік, өзіға оказывается несіне өкпесіне су жиналған екен. Пневмония деді. Соныменен біз қалаға сөйлесіп, сол жаққа жаңағы суын алдырдық. Бір рет алдырған кезде 700 грамм алдырды. Одан кейін бір жеттен кейін, ем алғаннан кейін бір жеттен кейін тағы толып кетті. Екінші рет алдырдық. Онда 800 грамм алдырдық. Соныменен 14 күн біз сол жерде жаттық. Бір мезгіл ғана жаңағы аламыз лечениені, системаларын. Соныменен бұлар причинаны таппады. Бір жетінің ішінде қалай ол су толып кетеді. Сон причинасын отрицательный болды, анализдері алып бәрін. Соныменен бізді шығарды. Суы тагын осы инстаграмнан осы Жұмадан деген докторды біз көріп, сол кісі біздің осындай жаңағы су толған жігітті жаңағы жазғанын естідік та, ол кісінің телефонын алып хабарласып, біз Субботагына келдік сағат 12-де. Содан сол күні лечение берді. 2 рет алдық біз системаны. Ертеңгісін енді түсте алдық, одан кешкі сағат 9-да алдық. Соныменен 5 күн біз 2 рет алдық. Мен жаңа қорқып, аналар 1 рет алғанда бір жеттің ішінде 1 литр болып тағы толып кетті, бұл толмай ма деген, бұл кісі жоқ, қорықпаңыз деді. Сонымен уколымызды алып, енді 2 күн мінекей тағы 2 реттен алып системаны, укол алып, дәрі беріп, Тфатқа жолдасым жақсы болып, тамақ ішіп, температурасы түсіп, қазір көтерілмейді. Бірінші күні ғана сол көтерілді, 38-де 5 болып, одан кейін уже көтерілген жоқ. Шүкір Аллаға. Қазір өзі жүріп, ары бері уже Келгенде қалай кебедіңіз? Келгенде вообще жүре алмайтын жатыр. Туалетте мен ұстап алып барам, қалтылдап, күш жоқ, әл жоқ болды. Қазір Тфатқа өзі туалетке барады, шайды қояды. Қазір жүріп, прямо ары бері тамақтан кейін бұрын жатып қалатын. Қазір тамақтан кейін бүгін уже Аллаға шүкір жүріп, өзі ары бері үйдің ішінде жүріп, тамағын ішіп, Аллаға шүкір. Мұнда бір осы Жұмадан баламға маған көп-көп рахмет. Алла тағала өстіп елдердің несіне бөлене берсін, тілеулері қабыл болсын. Амин. Аман есен болып, осындай кісілерді сол емдей берсін, ені жүре берсін. Аллаға мұнда бір шүкір. Бәрекелді. Көп жасасын, бала шағаның қызығын көріп. Амин. Елдің несіне Алғысына берсін. Амин. Сіздерге де Алла тағала толық шипа берсін, аға толық жазылып келсін, ауруынан толық айығып келсін. Бала шағаларыңыздың, немерелеріңіздің алдарыңызда ойнап жүре беріңіздер, жүзе салыңыздар, ауырмаңыздар. Амин. Сау болыңыздар. Алла жар болса. Амин.